Бүгін базарға барып біраз жеміс-жидектер алдым. Мынау помидор мен сладкий перец, чеснок алдым. Фикс прайсқа соғып тағы да керекті, қажетті сақ-түйек нәрселерді алдым. Қазір Айсұлтанға садикке келіп тұрмыз. Мына жердегі ежевика, киви, кишмиш, виноград, күшті персик. Сосын мына жерде клубника мен малина алдық. Плюс еще машинаның артында арбуз бар. Бұларды на зиму енді өзім морозильникте сақтап қоятын әдісіммен сақтайтын боламын. Аларды өзімізге жеуге алдық. Ауа райы күшті болып тұр. Қазір Айсұлтан қуанып қалатын болып, папасы мен мамасы бірге егесін. Айсұлтан, молодец. Исан маусу. Айсұлтан садиктен алып кетіп баратырмыз. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Молодец! Өзін түсе ғой. Түсе ғой өзін. Ал. Я за машина. Сен машинамен барғың келе ма үйге? Нет. Пешком барасың ба менімен? Да? Аккуратненько. Ойнадыңдар ма далада? Да. Ұйықтадың ба сен? Да. Молодец. Это дорога? Дорога, дорога. Да. Давай. Айсұлтан, на выход давай. Кел, маман, стой. Маман, қолына ұста. Опа. Кән, о. Машина бар, байқа. Көрдің ба, на дороге машина. Уходи, машина. Аха. Кән. Давай. Мынау кім машинасы? И жаным аусыл. И жаным аусыл. Пешком хочу деп қояды ғой. Давай мы с тобой пешком пойдем. Да? И жаным аусыл. Пока. Давай. Жүр, машинамен барамыз. И жаным сол. Бұған мамасының компаниясы болса болды болып тұр. Ахар жаным. Фикс прайстан әкелген заттарыма кішігірім обзор. Мынандай органайзер алдым. Горячий точкаларға қойып қоюға, ұсақ-түйек заттарды салуға өте жақсы. Менде бұрында бартын. Үлкен размері, мынау шағындау размері. Негізі ортаншысы болса, тағы да ортаншысында алар едім. Мынандай органайзер алдым. Ваннада зубной щетка, зубной пасталардың саны көбейіп кетіпті. Мына жерге міне балалардікін, мына жерге ересектердің щеткаларын салсам, сосын пасталардың барлығын осы жерге салуға ыңғайлап, міне ваннаның біздегі интерьеріне өте келеді. Мынау бамбук ортасы, и мына шеті ақ пластмасса. Так, мынандай лимонный кислота алдым. Стиральный машинаны тазартуға, кейін көрсетем қалай тазартатынымды. Балалардың ішіп жүрген какаосы өте дәмді, натуральный состав. Құрамында қант пен какао порошок қана бар. Уже бірнеше рет алып жүрмін осыны фикс прайстан. Және де осы анда-санда көзіме көрініп жатса, осындай эко-ботаника деген сериядан имбирмен, витаминами дейді, осындай имбир мен лимоннан жасалған осындай конфет бар желейіне. Және де осы жаз болса, енді Аллах қаласа фруктылармен, овощылармен жұмыс жасаймын. Сол кезде соларды ашуға, керек емес тұстарын алып тастауға ыңғайлы жаңа керамический осындай немен лезвиямен осындай пышақ сатып алдым. Бар жоғы так саудам 3874 теңгеге шығыпты. Органайзердің бағасы так 799 теңге екен мынау. Ал так маған для косметики 1299 дейді бағасы. Мынаның бағасы. Или екеуінің бағасы ауысып тұрма. Да, мынаның бағасы 799, 800 теңге деп тұрған. Мынаның бағасы 1299 деген осы. Так что осындай нәрселерді алып келіп, тұрмыста қолдануға қазір ұйымдастырам. Алып келгенде қарбыздың
бір 1/3 бөлігін семьямызбен жеп алып, сосын мынау алып келген жеміс жидектерді тезірек өзгерте қояйын деп барлығын ас бөлмеме кіргізіп қойдым. Ежевиканы алған мақсатым осы бала шағамызбен жейік деп алғам. Менің ойлағаным іске аспай қалды. Айсұлтан шамалы 2-3 түйірін жеді. Айханым бірден айтты, мен жей алмайым деп. Айханым бізде ежевика тұрмақ, персик, нектарин, абрикос, слива еш нәрсені де жемейді. Үйреншікті алма, банан, анда-санда сол манго, ананас алған кезде солардан да жейді. Оның өзін аз ғана қиналып отырып жейді ғой, сол біз жеп жатқанға қызығып. Ал ежевиканы әдемі сияқты, мойыншақ сияқты деп айтты да, комплиментін айтты да, алған жерге қоя салды. Ал мен вареньяларды осылай жасаймын. Өте жаңа бойында нәрі, витаминдері тірі күйде қалатын жақсы тәсіл. Ол мұны әдемі деген ягодаларды теріп аламын осылай. Содан кейін қалған ягодаларға қант қосып, ол пропорция әртүрлі. Ол жаңағында жемістің, жидектің тәттілігіне, қышқылдығына байланысты пропорцияны әртүрлі, дәміне қарай пайдаланам. Сосын әдемі жаңағындай түйір ягодаларды салам да контейнерге. Үстіне жаңағы қантпен араласқан блендерден өткізіліп жаңа езілген массаны құйып, араластырып контейнерге солай жауып қоямын да, морозильникке салам. Кезек малинаға да жетті. Мен малинаны да балалар жесін деп ойлап ем. 2-3 түйірден жеді де, жемей қойды ары қарай. Осы жолға алған малинам өте жақсы болды. Ешқандай бұзылған, езілген дегендері өте аз болды. Сосын малинаны да жаңағындай тәртіппен бұл жолы енді Айханым мен Айсұлтанның көмегінсіз болмайтын болды. Соларды да көмекке шақырдым. Ішіндегі ірі, әдемі ягодаларды жинап алсын деп. Соны контейнерге салдық та, үстіне қалған массаны бұл жолы кішкене көбіректеу болғаннан кейін үлкендеу ыдысқа салып, қантты қосып, араластырып, сосын салдым. Бұл тәсіл негізі жеміс жидектерді қыстың күні жегенде бойында құрамында барлық витаминдерінің сақталуына өте жақсы себебін тигізеді. Және де пайдаланатын алдында өзі ойымда жүретін болса, енді кісі келетін болса алдын ала шығарып қоям. Бөлменің температурасында тұрып, езіліп, жаңа еріп, ішіндегі мұздар болатын болса, салатын кезде араластырып, ыдыстарға салам. Және де аңғарғаным, осы былтырда осылай қатырған болатын. Көп адамдарға ұнады. Кәдімгі грядкадан алған свежий жидек жеп отырған сияқтымыз күшті екен дәмі деп. Сондықтан да биыл енді былтырғыдан көрі жаңа көлемін, осылай консервировать етем деген заттардың түрін өзгертетін болдым. Өйткені былтыр көп істеген нәрселерім желінбей қалған да бар. Оларды яғни биыл жасамаймын. Ал жақсы желініп, тақыл-тұқыл болып қалғандар бар, оларды көбіректеу жасаймын деген сияқты. Сосын реті келсе, негізі тура малина мен клубниканы тағы да қайталап порциясын көбейтіп жасағанға жаңағындай жоспар құрып отырмын. Себебі беспроигрышный вариант, анандай кішкентай контейнерлерде тұрғандарын біз өзі блины балаларға пісіріп, сол блины жеп жатқан кезде қоя салам. Сол сгущенканың орнына осы жаңағы смородинадан, клубникадан жасалған сондай сироптарды балалар жақсы пайдаланады топпинг ретінде. Сондықтан да біздің отбасы үшін бұл дүниелер жақсы өтеді. Сондықтан да соны көбірек жасауға жоспарлап отырмын. Енді морозильникке салған кезде ертең бәрі қатып, сырттары қырау болып тұрған кезде шатысып қалмайын деп, бәрінің сыртына осылай жазып қоямын. Ежевиканы ежевикаға, малинаны малинаға деп. Арасында осылай ыдыс-аяқтарымды жуып реттеп аламын да, енді клубникаға кірсем. Клубникада енді кішкене жұмыс көбіректеу болады, өйткені оның жапырағын жұлып отыруымыз керек қой, сол үшін. Оған енді қазақ жабыл болып отбасымызбен жұмылып жасадық. Ужин бізде бұл күні кеш болды өте. Мына жерде жәшікті қойып жатқан кезде аударып ала жаздадым. Қайта Айханым маған дер кезінде көмегін көрсетіп жатыр. Сосын клубниканы негізі әдетте неше түрлі тәсілдер бар ғой, көріп жүрген. Нан содаға салып қояды деп. Сол нан содаға салайын деп едім, ойладым, қазір ол мен бар уақытымды алады. Сосын осылай судың астында, мол судың астына ұзағырақ жуып алайын деп. Солай жуып алдым. Клубника өте дәмді шықты.
балалар өздеріне тиісті порциясын жеді. Аллах қаласа тура осы клубникадан тағы да қайталаймын. Өйткені былтырлары мен клубниканы кешіректеу жасадым ау деймін, өйткені ол кезде ірілері болды, сосын мындай бір езіліп кетейін деп тұрған, сол бір қолға ұстап екінші шаруаны жасайын деп жатсаң уже еріп тұратын сондайлар болған. Биылдыққа клубникалардың түрі де жаңағыда көлемі де ортаншы, түрі де бодыр болып өте жақсы болды. Мына клубникаларды контейнерлерге құйып, тура жаңағы тәсіл бойынша жасап, осылай сырттарын жазып, қатырып қойдым. Міндетті түрде араластырып қою керек. Сосын бұл енді клубниканы осы тұрғанда да балалар жеп тұр. Сондықтан да кішкене аздау шығып жатыр. Бірақ енді осы балалардан қалған дүние мен үшін дүние де. Мына жерге клубника деп жазып, ал мен сыртын жабыстырдым. базардан алып келген жеміс жидектерді үлгертудің екінші күні. Мен негізі томатный медальон дайындаймын деп, әдейі ортасында өзегі жоқ дейді ғой, сондай бір күшті помидорды алдым деген түрім ғой. Базардан зат алсаң, осындай нәрселерін шындағанда пихать етіп жіберетіндері ұнамайды. Вроде бы бұлар енді басқа заттан бір 50 теңгеге қымбатын барып, әдемі сортын алдым деп барып алғандағы түрім ғой енді. Енді өздері көреді да, менікі барып алу. Мынанда, допустим, мынандай бодрый деп алған түрін артын қараңыздар. Енді пышақпен қазір ойып бәрін алып тастаймын. Томатный медальон дегенді қазір көрсетем қалай дайындалатынын. В общем, әйел адамдарға кішкентай бөпелері бар әсіресе. Өйткені балалар сладкий перецті, менде помидорды тамаққа салса, ол кездесіп қалса іріктеп солай отырады. Ал мынау іріктемей, және де біздің балалардың ең сүйікті тамағы, ол қазақша айтқанда макарон, по современному айтқанда паста. Сондықтан да соған осы медальонмен пастаның барлығы әдемі шығады, дәмді шығады. Және де балалардың тәбетін жаңды келтіретіндей керемет не береді өзі. Тамаққа изыск береді. Сондықтан да қалай дайындайтынын қазір көрсетем сіздерге. Жуып қойған жемістерді осылай керек емес бөлшектерінен тазартып, және де ары қарай блендермен езуге ыңғайлы болсын деп бірнеше бөліктерге бөліп, осылай үлкен табаққа жинап жатырмын. Помидорды тазалап болғаннан кейін міндетті түрде болгар бұрышында тазартамын. Ішіндегі тұқымдарын осылай алып тастап, бірнеше бөліктерге бөліп. Содан кейін мынау алдын ала ашып қойған сарымсақпен бәрінің басын қосып, мынау үлкендеу ыдысқа погружной блендермен осылай езейін деп ойлағанмын ғой. Сөйтсем, бұл погружной блендердің оған күші жетпейді екен. Содан кейін өзімде тұрмыста қолданып жүрген осы измельчительдің арқасында аз порциямен әбден езіп алдым. Содан кейін олардың барлығын біркелкі қылып араластырып әбден. Содан кейін кекс пісіріп жүрген осындай силиконовый формаларды, мынау ақ, ол кәдімгі морозильный камераның осындай подставкасы. Ал мынау көк, ол ыдыс-аяқтардың крышкалары ғой, соған ыңғайлығы осылай салып алдым да, барлығына бірдей көз мөлшерімен осылай құйып шықтым, воронканың көмегімен жан-жаққа ағып кетпесін деп. Үйде қандай силиконовый формалар бар, соның барлығын осылай іске қосып жатырмын. Бұлардың барлығын морозильникке әбден кәдімгі қатып қалғанға дейін қатыру керек. Одан кейінгісін жаңағы менде жасап қойған масса біткен жоқ. Кейін қалай бірінші партия қатады, соларды алып тастаймын да, орнына екінші партия қылып, үшінші партия қылып бүкілін осылай қатырып аламын. Кешкі асқа отбасыма фаршированный перец дайындаймын деп ойлағам. Оған біздің үйде балалар фаршированный перецті жиі қоймайды. Сондықтан да фаршты дайындап аламын. Балаларға үйде алдындағы пельмен жасағаннан қалған бұқтырылған нан бар тұғын. Содан балаларға рулет жасаймын, ал Асекең екеумізге фаршированный перец жасаймын. Мынау фаршты шығарып қойғанмын ғой, әлі де қатты ери қоймапты. Сондықтан да осылай араластырып тұрғанда қолыма кездескеннің барлығын осылай қолыммен таптап жатырмын. Мына жаңа кішкентай ыдысқа балаларға рулетке салатын салманы салып қойдым, ал үлкен ыдыста қалған фаршқа ары қарай осылай жуылып, тазартылып тұрған күрішті және де хмели цунели деген приправаны аздап қостым. Мен енді фаршированный перецті осындай ортасынан бөліп дайындаймын. Мен білем, енді оны көп жерде тұтас дайындайтын және де сорпаға дайындайтын. Мен енді бұны барлығын
мантоваркаға дайындаймын. Неге бөліп жатыр десеңіздер, менің мантоваркамның диаметрі өте кішкентай, 26 ғана, және де соған сәйкес биіктігі де кішкентайлау. Сол себепті соған сыю үшін осы соңғы 15 жылда пайдаланып жүрген мантоваркам ғой, әбден осылай машықтанып алған бір. Екіншіден, менің үйімдегілер осылай жегенді ұнатады. Сосын міне бір келкі қып барлығына салмасын салып шықтым. Және де жаңа қалды деген қамырды илеп рулет қып дайындадым. Балалардың осындай бір тамаққа қалай үйрететімді білмеймін. Негізі көп тамақты жемейді. Көкіректе кейде меню сайрап тұрады, осыны істесем деп. Бірақ енді балалар жемегеннен кейін көп нәрседен іркілем. Аңғарып жүргендеріңізде, мен негізі однообразный тамақ жасап жүрем. Себебі менің мақсатым енді балалар жеу керек. Ал мынау тамақтан фаршынан, салмасынан аздап Айсұлтанға, Айзияға беріп көрдік, оларға өтеді, ал Айханға тіпті өтпейді, білмей мұрын жауып отырады. Сол. Ал мына жерде бірінші формаға осылай май жағып алдым, ал фаршированный перец жасаған кезде формаға май жақпаймын мантоварканың листына. Ал бұл жерде рулет енді қамырмен болғаннан кейін жабысып қалады деген оймен осылай май жағып шықтым. Мұны жұқалап осылай фаршты, жаңа салманы салдым, және де екіге бөлем тура, сондықтан да екі шетінен бастап ораймын. Сол кезде бірдей мөлшерде оралады, және де тура ортасынан кесіп осылай екі ыдысқа салып қойдым, екі листке. Сол шет жағын осылай жабыстырып жүрген дұрыс деп ойлаймын өзім. Міне балалар бұдан енді не откажутся. Тамақты қойдым, тұздықты турап қойдым, ыдыс-аяқтарды жуып қойдым. Енді далаға Асекеңе барып, балаларды кіргізуге көмектесейін десем, мынандай посылкам тұр екен ғой. Соны қазір ашайын, бірге көрейік, мен де тексеріп алайын заодно. Менде кейде осылай келеді, посылка тұрып қалады, 2-3 күн қолым тимей кететін уақыттарда болатын. Қазір көреміз бірге. Ал құрметті жақсыларым, менің видеомды тура осы жерге дейін көріп отырған болсаңыздар, менің каналыма міндетті түрде подписаться деген тетікті басып, тұрақты көрермен болып жазылып қоюды ұмытпаңыз. Және де видеом ұнап жатса, сіздерге пайдалы дүниелер болып жатса, лайк басып, менің видеомның тарауына, каналымның дамуына көмектесіп, маған қолдап жіберіңіздер. Осы жерде мен тамақ дайындау, тұрмыс жүргізуден басқа осылай онлайн покупкаларды көрсетіп отырамын. Себебі бала шағамен үйде отырғаннан кейін мен үшін ең тиімді сауда-саттық ол онлайн. Ал мусорды алып, осы кроссовкиді обкатка жасап, далаға шығып мусор тастап, еще плюс Асекеңе балаларды үйге кіргізуге көмектесем. Соған кетіп бара жатырмын. Өте ыңғайлы, өте әдемі. Көйлекпен де, шалбармен де, бәрімен де келетін күшті кроссовки. Бағасын айтсам, қызығасыздар. 14-600 теңгеге ғана, натуральная, перфорированная кожа. Қалай қарайсыздар? Мен сауданың барлығын онлайн жасаймын, видео отырып. Сол, күшті ұнап тұр өзіме. Барып отбасымды алып келейін, тамағымызға жеп. И жанымсың. Қалайсың? Ойнасай нағып жүрсің. Ойнамайсың ба? Привет! Привет, бачам! Кірсен, тамақтайын тұр ғой. Қазір бір 10 минутта дайын болады, шайға дейін қойып қойдым. И бачам менің! И зәрігім менің! Ясағым менің! Қалайсың? Наңғарасай, выгуливаю. Мам? Кроссовки, да. Что я? А у меня есть новая подруга Полина, она мне так дала. Да. Күшті екен. Мусор төгіп. Аха. Мұны беті натуральная кожа. Ішін үйге барғасын көрсетейін. Перфорированная, дышит, көрдің ба? Мусор төгіп, осымен заодно выгуливаю. Кеттік па Айсұлтан үйге, тамақтайын. Ух ты! Ням-ням. Қаны, ням-ням. Йо, тамаққа барайық. Давайте үйге кірейік. Қатырып жатқан томатный медальонымның алғашқы партиясы осылай морозильникте әдемі болып қатқан екен. Соны алып, Икеяның зип пакетіне осылай салып қоямын. Одан кейін қайтадан осы формаларға
қалған массаны құйып, осы масса біткенге дейін осылай әдемі медальондар жасап аламын. Осындай шаруаны өздеріңізге де жасап қойсаңыздар, қыстың күні рахатын көресіздер. Жаңа айтып жатырмын ғой алдында да, макарон, немесе жаңағындай суп, немесе подливтер дайындаған кезде қоса саласыздар, өте керемет дәм береді тамаққа. Мынау алған органайзерім мына жерге күшті келіп қалды. Осы жерге мен өзімнің тағып жүрген орамалдарымды сала салуға күнделікті. Мына орындықты осылай қоятын болдық. Мына орындықты дұрыстап қоятын болсам, Айзия шығып алады. Сосын секірем деп талпынады. Содан кейін орындықты күндіз осылай тұрады, түнде өзім кроваттың басжағына қойып қоям. Жаңа будильник қою үшін деген сияқты. Сосын мен сіздерге мынандай істеген заттарымның результатын көрсетейін дегенмін. Жақсы көрінеді екен мына органайзер. Размері де күшті екен. Ана жақта Айзия менің даусымды естіген сайын күліп жатыр. Мына помидордан жасаған медальондарым, мына уже екінші порциясы қатырып жатқаным. Бірінші порциясын уже қатырып алып, зип пакеттерге салып, ол ана морозильникте. Көрсетейін дегенім, мына клубника, малина бәрі де қатты. Так, бір заготовкадан қалған дүние. Так, бәрі де ежевика. Осылай орналастырдым. Енді клубника өте дәмі ұнады, және де размері де күшті болды. Балалар да жақсы жеді. Осы клубникадан тағы да алып, тағы да дайындауым керек. Сосын мына заготовкаларды да тағы да қайталайым. Бірнеше рет қайталайым. Осындайдан міне 100 штук жасауым керек. Мынандайдан. Өткен жол, былтырғы жылы өте аз жасағам. Бұл маған өте қажет, және де жақсы қолдана алатын заготовкаларымның бірі екен. Мына жерді енді осылай именно осындай вареньялармен толтырамын. Мен вареньяны қайнатпаймын, только осындай тертый қылып дайындаймын. Пайдаланардың алдында осыны, допустим, жейтін болсақ, мынаны холодильникке қоя салам, ол ерейді. Жеген кезде кәдімгі свежий, қайнатылған емес, свежий ягоданың дәмі шығып тұратын болады. Осындай шаруа жасадым. Мынау алып келген органайзерім өте ыңғайлы болды. Мына 2 күн болды қолданып жүргенімізге. Ыңғайлығы сол, мына тіс жууға, тіс тазалауға арналған дүниенің барлығы бір өзінің ішіне сыяды. Мынау үлкендеу отсектің ішінде зубной пасталар тұрады. Мынау шағын отсектің өзі 2-ге бөлінген ғой. Мына жерге балалардың зубной пастасы мен щеткасы тұр. Мына жерде ересектердікі тұр. Бір жақсы жері. Және де дизайн бойынша да осы жерге өте үйлеседі. Ішіндегі бамбуктың жаңағындай материалы мынау түспен үйлеседі, ақпен үйлеседі. Және де менің ойлап жүретінмін, мына жерде мына бізде розетка бар. Ертең жаңағындай Айханымға, Алла қаласа, электрический зубной щетка алғымыз келеді. Соған оны қай жерге қоям деп өткен жол осы жерде стакан тұрған кезде жан жақта бәрі шашылып тұрады да, ойлайтын ертең оны қойған кезде орын табылмайды-ау, шашылып қалады-ау деп. Жоқ, енді мынау бір органайзер бүкіл нәрсені қамтып тұр да, мына жерге енді электрический зубной щетканы спокойно қоя беруімізге болады. Как раз ол жерге мынау қарастырылған тоқ. Сондықтан да 1299 теңгеге алған органайзерге мұнша қуанбаспын. Мен негізі фикс прайстан заттарды көп алып жүргенде адамдар айтады, фикс прайста өзі жарататын, алуға тұратын заттар бар ма деп. Егер де осылай жақсы отзывтарды естіп барып алатын болсаңыздар, өте жақсы дүниелер фикс прайста бар. Мен бет алды барын бірде ала бермеймін. Әбден өзім тексеріп, обзорларды қарап, содан кейін жақсы отзыв естіген дүниелерім өзімнің үйіме қажет болатын болса, соны барып алам. Көңілімнен шықты.